Достар, басалмай жатып біздің арнаға тіркеліп алыңыздар. Достар, алдыңғы бірінші бөлімінде Мұхаммед Баба Яганың алмасын жеп, шашы өсіп кеткен болатын. Альбина таң қалып, қалайша ұл балаға шаш өседі және оның түсі неге көк деп басын қатырумен болды. Бірақ соңында Альбина көрші апаның Баба Яга екеніне көзі жетті. Альбина қатты қорқып кетіп, Баба Яганы қорқыта бастады. Оны милицияға ұстап беретін және анасы келсе, анасын айтып беремін деп қорқытты. Ал Баба Яга үрейленіп, Альбинаны байлап тастап кетті. Ал достар, мен қайттым, мен келдім. Көршіме тәтті алдым жолдан. Рахмет, көрші мен балдарыма қарап отырды. Не істеп жатыр екен мен балдарым? Неге ашпайды ешкім? Балапанды. Ей, не болватыр? Мұғаныға не болған? Ұйықтап қалды. Ана, Мұнаға не? Саған не болды? Кім? Ақыры біліп қойдыңыз ба? Сіз кімсіз? Сіз кімсіз деймін? Баба Яга, одан қашар. Баба Яга? Мен Баба Яга. Менің балама не істедіңіз? Шыныңыз айтыңыз. Неге байлап қоясыз менің қызымды? Байламаңыз менің қызымды. Мен сізге сеніп, мен сізге мынандай тәтті әкеліп жүрсем, ұстама, берме. Маған қалдыра беріңіз, бірақ маған полиция шақырмақ қойыңыз. Өйткені маған түк көмектеспейді. Бетсем жоқ болып кете саламын. Балаңыз өзі кінәлі. Менің сиқырлы алмамды жеп қойды. Сосын ода шаш өсті. Алма жеді. Жеме десем де жебеді. Шаш өсіп кетті ма содан? Иә. Мұхаммед, тұра қойшы кел. Мұхаммед. Ол балам Тұрдың ба? Мен мама екемді білесің ба? Жаным. Алма жегім келіп кетті ма? Ей, ашыңыз, тоқтаңыз. Оныңыз болмайды. Не істеп жатырсыз? Ашыңыз. Ей! Қаяқтан ғана сеніп едім. Қайдан ғана сеніп? Өмізге анасын акөтім. Я, Мұхаммед, мүмкін. Жүр, мына жерде отырайық. Демек, бұл мыстан кемпір болып шықты ғой көршімізде. Бәсе амандаспайды. Алмасын тауысып қойма, ұстама болды. Улы алма екен ғой, қойып қой ана жаққа. Ұстама. Ұстан екен, жазаға шеккілі. Аманы қойып, Мұхаммедтің шашы өсіп кетті. Мұхаммед, сен шашың өсіп кетті ма? Ұзын болып? Масқара. Мәссаған. Зин деп жылап, ана шашы өсіп, шашы көсіп еді ғой. Енді бұл мыстанды біз не істесек болады? Кел, Альбина, отыра ғой. Мен бұрын естейтінмін, бұрын ертегілерде айтатын мыстанның кішкентай ғана сандықшасы болады. Сол сандықтың ішінде мыстанның жүрегі жасырылып тұрады деген. Давай, мыстан ақыр біздің сыртымыздан құлтап кетті ғой. Үйінің бәрін ақтарып іздейміз ба? Мыстанның жүрегін іздейміз. Кеттік, ал, давай, іздейміз. Кеттік. Мен мына жақты іздеймін. Мыстанның үйі шашылып жатыр екен ғой. Бәсе, мыстандар үйлерін жинамайды екен ғой, я? Таста мыстанның заттарына құмар болма. Кәні, қайдан іздейміз? Кәні, шкафтардың ішін ақтар. Мұнда жоқ па екен? Мұнда жоқ екен. Тағайда. Мұстандар кітапты көп оқиды екен ғой, я? Жоқ па? Қайда? Мамасы давасы бағы. Жоқ екен. Жүр, іздейміз. Я, қажеті жоқ.
Мына жақта да бір алма тұр, жемеңдер. Давайте іздейміз. Қайда Мыстанның? Ай, қайда Мыстанның жүрегі? Мыстанның жүрегі мұнда да жоқ. Мыстанның жүрегі бір жерде болу керек. Альбина, ізде, давай. Достар, сіздердің де естігендеріңіз бар шығар. Мыстанның жүрегі бір жерде тығылып тұрады. Егер оны ұстасаң және тығып қоятын болсаң, Мыстан сен айтқан тіліңнің бәрін істейтін болады. Қайда ол? Вау! Таптың ба? Қайда таптың? Ана жақта зат екен бүйтіп. Бері отыр ке. Демек қазір тексеріп көреміз. Так, бұны жаруға болмайды. Бұны жай сипап көрейікші, не істейді? Қимылдамаңыз. Қимылдамаңыз, немесе мынаны мен жарамын. Жарсам не болатынын білесіз ғой? Я, отырыңыз ана столға. Жоқ, менің жүрегім. Жоқ, отырыңыз. Отырыңыз. Альбина, мынаны қатты ұстап ал. Берме. Ұста қатты. Мұхаммед, кел. Мұхаммед, кел, байлаймыз. Кел, мәні байлаймыз. Байламаңыздар мені. Ал, кел. Бол, Мұхаммед, байла. Байламаңыздар мені. Ал, достар, мына Мыстан кемпірді байлап қойдық. Мен ешқандай балдарға зиянымды тимейді. Олар өздері менің заттарымды рұқсатсыз ұстап, шулап, миымды жеп қойды. Сосын мен ашуланып кеттім. Жібер мені, бол, тез. Рас па, Альбина? Рас емес, ол мына жерде шығып кеткен. Қалы жоқ еді, азанда, я? Ашуланған кезде қалың шығып кетіпті. Мен ашулансам өзі сондай болады. Мен ешқандай балдарға зияным тимейді. Өзіңіздің балаңыз шулай береді. Мына балаңыз менің рұқсатсыз алмамды жеп қойды. Ол менің алмам еді. Сондай ма, Альбина? Жоқ, рұқсат емес. Ол көп қойған. Әдейі қойып қойған ба, жесін деп. Жоқ, мен сол жерде жылып тұрсын дедім. Оны мен жаңа ғана жасадым. Достарыма апарайын деп едім, мен оны мақтанып. Мынау балаңыз жеп қойған, тауысып қойған, братала. Енді түсіндім. Демек сіз бүгінгі отырысқа мен мынандай сиқырлы алма жасадым деп мақтану үшін апарған екенсіз ғой. Барлығымыз сиқырлы заттар алып келеміз дедім. Мен алма жасадым. Шаш өсіретін алма жасадыңыз ба сонда? Я, оны мен өзім жеп жүргенмін. Мына шашым кішкентай менің. Тез жібердім. Онда мына жүрек менің қолымда болады, менің үйімде тұратын болады. Мен сіздің жүрегіңізге тиіспеймін. Егер сіз ешқандай балаға тиіспейтін болсаңыз, жүрегіңізге де ешкім тиіспейтін болады. Сол үшін бұл гарантия ретінде менің үйімде тұрады. Келісік па? Сіздің жүрегіңізді бере алмаймыз. Сізбен көрші болып тұрайық, жарайды. Балдарыңыз бұзық болмасын. Балдарыңыз мен жүрегімді жоқ, менің балаларым қол жететін жерге қоймаймын. Бұл менің үйімде тұрады. Егер сіз бір баланы немесе бір адамды ренжітетін болсаңыз, мына жүрегіңізді жарамын. Жарайды. Тез барыңыздаршы. Кеттік, Мұхаммед. Мені шешсеңіздерші енді. Мен жүректі үйіме тығып келем, сосын барып шешем кел. Кеттік, болыңдар. Бол. Аха. Осында отырып ашуыңызды біраз басыңыз, сосын барып сізбен сөйлесуге келемін. Жіберіңіз. Жүріңдер. Қандай көрші? Жап, есікті құлтап қой, жап. Кіре алмасын. Давай. Мен бұны жоғарыға тығып тастаймын. Бұл жүректі алмаңдар енді, жарай ма? Болды. Сондай ма? Жарайды. Ал, Альбина, 2 сағат өтті ғой, мен енді көрші Мыстан апа не істеп жатыр екен көріп келейін, жібінен ажыратайын, жарай ма? Сен Мұхаммедке қарап отыра бер. Ал, достар, біздің көрші апамыз не істеп жатыр екен? Көршінің шайын алып алдым. Апа, өз-өзіңізге келдіңіз ба? Дем алдыңыз ба? Апа, тұрыңыз. Өз-өзіңізге келдіңіз ба? Мәні, ұстай қойыңыз. Шайыңыз. Ал, сізді босатайын. Отыра қойыңыз диваныңызға барып. Сіз жүрегіңізді ең бастысы уайымдамаңыз. Сіздің жүрегіңіз менің сенімді жерімде тұрады.
бірақ ол менің сізге сенімді болуым үшін. Келістік қой? Сіз ешкімге тиіспейсіз, сіздің жүрегіңізге де ешкім тиіспейді. Сіз өзіңіздің өміріңізді сүріңіз. Керек десеңіз, үйімнен шықпай отыра беремін. Иә, ол жағын өзіңіз білесіз. Ең бастысы, есік алдыда ойнап жүрген балаларға ешқандай зияныңыз тимесін. Солай ма, Альбина? Иә. Солай ма, Мұхаммед? Иә. Ал ендеше сіз ренжімеңіз. Сіз мыстан болсаңыз да біздің көршімізсіз ғой. Балалар сізбен анда-санда ойнауға келіп тұрады. Аха, жарайды, келіп тұрсын. Күніге келе берсе де қарайды. Жақсы екен ғой. Ең бастысы апаның заттарын жемеңдер. Келістік па? Енді біз суалмайды. Иә. Мұхаммед, біреудің затын жеуге болмайды. Ешқашанда жеме, жарай ма? Келістік па, Альбина? Ал ендеше менің балаларыммен ойнап зерікпеңіз, иә? Мен қазір тамақ істеймін, сөйтіп бәріміз отырып көршілер болып тамақ жеп алайық. Қалай қарайсың? Жарайды, келіңдер ойнаймыз. Ал достар, бүгінгі мини-фильміміз сіздерге ұнады деп ойлаймыз. Біздің Мыстан көрші деген фильмімізді достарыңызбен бөлісе отырыңыздар. Ал достар, сау болыңыздар. Сау болыңыздар.